Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып қалқанша безі. Қалқанша безінің анатомиясы екі бөлігі болады. Оң жақ және сол жақ бөлігі лобус декстра немесе синистра латынша. Екі бөлікті қосып тұратын ортасында арнайы жұқа жіңішке бөлігі бар. Бұл бізде исмус деп аталады. Және исмустың үстінде кейбір адамдарда пирамидальды бөлік болады. Ол латынша лобус пирамидалис. Енді қанмен қамтамасыз етілуі, екі артерия қанмен қамтамасыз етеді. Жоғарғы және төменгі қалқанша артериялары, артерия тироидео супериор және артерия тироидео инфериор. Мына суретте көрсетілгендей, жоғарғы қалқанша безінің артериясы бізде сыртқы ұйқы артериясынан шығады, және ол оның бірінші тармағы. Ал төменгі артерия ол бізде қолтығасты артериясынан шығады. Қолтығасты артериясы тироцервикальды сабауды береді, және тироцервикальды сабаудан бізде төменгі қалқанша без артериясы шығады. Енді қалқанша безінің қысқаша эмбриологиясы. Негізінен қалқанша безі жұтқыншақтың түбінде орналасқан арнайы эпителий жасушаларынан түзіледі. Мына суретте 24-28 күндік эмбрион берілген, мына жерде көзі берілген, мына жерде доғалардың барлығы бізде желбезекті доғалар деп аталады қазақша, орысша жаберные дуги. Егер осы жерден кесетін болсақ, мынау суретте көре аламыз. Мынау жаңағы жаберные дуги, және олардың ортасында бізде арнайы қуыс бар. Бұл қуыс орысша глоточный мешок деп аталады, немесе жұтқыншақ қабы. Вот мына жерде туберкулум импар, корпула, және екеуінің ортасында бізде тайроид дивертикулум деген структура бар, және қалқанша безі осы жерде түзіледі. Қалқанша безі жұтқыншақтың астында түзілгеннен кейін ол жайлап мойынға түседі, және бастапқыда тілмен байланысын сақтайды. Бұл тілмен байланыс бізде тироглоссальды түтік деп аталады. Тиро дегеніміз қалқанша безі, глоссум дегеніміз тіл. Және кейінірек даму барысында бұл байланыс жоғалады. Балаларда ересекте түтіктің екі қалдығы бар. Ол тілдегі соқыр тесік, форамен цекум, және қалқанша безінің пирамидальды бөлігі. Форамен цекум дегеніміз мына жерде көрсетілген, ол тілдің артындағы ойық шұңқыр. Енді тироглоссальды түтік кистасы. Бұл тироглоссальды түтіктің тұрақты қалдығы барлық адамдарда болмайды, кейбір адамдарда қалып қалуы мүмкін, және қалып қалатын болса, осында киста пайда болады. Көбінесе балалық шақта анықталады, және ол мойынның ортаңғы сызығы бойында анықталады. Кәдетте ауыртпалықсыз. Жұтынған кезде немесе тілді сыртқа шығарған кезде жоғары қарай жылжиды, және қалқанша безінің жасушалары болуы мүмкін осы кистаның ішінде. Және эктопиялық қалқанша безі. Эктопиялық орналасу дегеніміз ол тіннің өзінің орналасуына тән жерден басқа жерде орналасуы. Мысалы, қалқанша безі көбінесе эктопиялық орналасатын болса, ол тілдің түбінде орналасады. Мына суретте көрсетілген. Және тілде масса түрінде көрінеді. Егер адамда гормондарға сұраныс жоғарылайтын болса, онда осы масса өсе бастайды. Қай кезде сұраныс артады? Ол жыныстық жетілу кезінде, немесе жүктілік кезінде сұраныс артады қалқанша безінің гормондарына. Және осы кезде ол өсу мүмкін. Және кейбір кезде ол жалғыз жұмыс жасайтын қалқанша тіні болуы мүмкін. Себебі кейбір адамдарда қалқанша безі осы жерде өседі, бірақ мойында болмауы мүмкін. Қалқанша безінің гормоны жеткіліксіз өндіреді егер тек қана тілде ғана болатын болса, және ол гипотериозға алып келеді. Ал егер гипотериозға алып келетін болса, онда ТТГ жоғарылайды. Ол ТТГ жоғарылайтын болса, онда эктопиялық өсу одан сайын күшейеді. Енді қалқанша безінің гистологиясы. Қалқанша безінде арнайы фолликулалары болады. Фолликула дегеніміз ол коллоидпен толтырылған. Мынау мысалы бізде фолликула, осы фолликуланың ортасында бізде коллоидпен толтырылған. Коллоид дегеніміз арнайы ақуызды материал. Эпителий жасушаларының бір қабаты әрбір фолликулды түседі. Мына сырты фолликулдың бір қабаты ол эпителий жасушаларынан тұрады. Және бұлар бізде фолликулярлық жасушалар деп аталады. Және қалқанша безі, қалқанша бездің гормондары осы фолликулярлық жасушаларда синтезделеді. Енді қалқанша безінің гормондары құрамында йод болады.
қалқанша бездің гормондардың құрамында. Және қазіргі кезде көптеген елдерде тұзды йодтайды. Неліктен? Себебі егер қабылдайтын тағамда йод аз болатын болса, онда гормондардың өндірілуі тоже төмендейді. Сондықтан қалқанша безінің гормондарын қалыпты деңгейде ұстап тұру үшін, жеткіліксіздіктің алдын алу үшін бізде тағамда йод жеткілікті деңгейде болу керек. Сондықтан ас тұзына қазіргі кезде йод қосылады. Және көптеген елдерде йод тапшылығын алдын алу үшін бұл жасалады. Қазақстанда да ас тұзына бізде йод қосылады. Қалқанша бездің негізгі екі гормоны бар. Ол бізде Т3 және Т4. Тирозин мен йодтан синтезделеді. Тирозин дегеніміз бізде арнайы амин қышқылы. Осы тирозин амин қышқылына, мына жерде көрсетілген тирозин амин қышқылы, осыған йодты қосу арқылы бізде Т3 немесе Т4 синтезделеді. Мына жерде көрсеңіздер, мынау бізде бір тирозин молекуласы, мынау екінші тирозин. Осы тирозинге екі тирозин қосылады және йод қосылады. Егер 3 йод болатын болса, бізде Т3, мына жерде 3 йод тиронин, а мына жерде 4 йод қосылған, 4 йод қосылатын болса, ол бізде тироксин деп аталады. Енді бізде Т3, Т4 бізде тироглобулиндерден түзіледі. Тироглобулин дегеніміз бізде үлкен ақуыз, қалқанша безінің фолликулярлық жасушалары өндіреді. Құрамында көптеген тирозин молекулалары бар. Мына жерде қарасаңыздар, тирозин. Осы тирозиндерге йод жалғану арқылы кейін Т3, Т4 гормондар сосын түзіледі. Енді йод. Йод дегеніміз ол химиялық элемент, атомдық нөмірі 53. Йод деген бізде түсінік бар, және ядит деген сөз бар. Ядит дегеніміз ол басқа атоммен байланысқан йод. Немесе теріс зарядты йодтың тұзы. Көбінесе ол мысалы калий ядиді. Басқа атомдармен байланысқан тұз күйінде кездеседі. Және қан сарысуында бізде йод осы ядит тұзы түрінде болады. Енді қалқанша безінің гормондары үшін йод диетамызда, тамағымызда болу керек. Ол йод қанға түскеннен кейін фолликулярлық жасушалар йодты сіңіреді. Және йод 2-ге дейін тотығуға ұшырайды. Және органикалық көміртекті құрылымдарға қосылады. Бұл процесс бізде ұйымдастыру немесе органификация деп аталады. Кейінірек осы жайлы дұрыстап талқылаймыз. Енді гормондардың синтезі. Қалай гормондар синтезделеді? Мына жерде фолликулярлы жасуша берілген. Йод қанға түскеннен кейін, мына жерде қан, плазма, қаннан йод бірінші фолликулярлы жасушаға сіңіріледі. Арнайы тасымалдаушысы бар. Натрий және йодтың бірге тасымалдайтын тасымалдаушысы. Натрий тасымалданады және йод тасымалданады. Йод тасымалданғаннан кейін, йод сосын кейін тироглобулиндермен қосылады. Және бізде арнайы препараттар бар. Перхлорат немесе пертенетат. Осы екі препарат мынау нені йодтың тасымалдаушысын тежеу арқылы йодтың фолликулярлы жасушаларға сіңірілуін тежейді немесе тоқтатады. Енді бірінші гормондарын синтездеу үшін бізде 3 процесс. Бірінші процесс ол тотығу процесі. Йод сіңірілгеннен кейін, фолликулярлық жасушаның ішіне енгеннен кейін, арнайы бізде ТПО деген фермент бар, тироид пероксидаза. Осы тироид пероксидаза йодты тотықтырады, ол йод 2-ге айналады. Және келесі процесс ол органификация, немесе қазақша ұйымдастыру деп аударған. Ол мынау йод тотыққаннан кейін, мынау йод 2 бұл тирозинге қосылады. Бұл процесс тоже ТПО деген фермент арқылы жүзеге асады, тироид пероксидаза. Мына жерде мынау бір йод қосылған тирозиннің молекуласы, мына жерде қарасаңыз екеуі бірдей, бірақ мына жерде бір йоды бар. Ал мынау бізде 2 йод қосылған тирозин молекуласы. Бұл аталады бізде дийод тирозин, а мынау бізде монойод тирозин. Қысқаша айтуға болады MIT, DIT деп. Сонда қайталайын. Мынау тирозинге йод қосылады. Йод қосылғаннан кейін бір йод қосылса, ол MIT-ге айналады.
2 йод қосылатын болса диайтиге айналады. Мына жерде йодтар берілген. Мына жерде берілген, мына жерде. Және бұл процесс іске асыратын бізде тироид пероксидаза. Және содан кейін үшінші процесс бізде қосылу реакциясы. Бұл кезде жаңағы егер MIT мен 1 йоды бар тиразин мен DIT 2 йоды бар тиразин бір-біріне қосылса, онда ол Т3-ке айналады. 3 йод тиранин. Бұл процесс бізде ТПО арқылы да жүзеге асады. Сонда ТПО-ның қызметі өте көп. Йод тотықтырады, сосын йодты ұйымдастырады, органификация тиразинге қосады, сосын MIT мен DIT-ді бір-біріне қосады. Және келесі мына жерде көрсетілген DIT мен DIT-ді қосатын болсақ, 2 йодты тиразин мен 2 йод тиразин, онда Т4 түзіледі. Мына жерде 1, 2, 3, 4 йод берілген бізде. Енді жаңа айтқан ТПО бізде ферменті тироид пероксидаза. Бұл ферменттің функциясы өте көп функциялы фермент. Бірінші йодтың тотуына қатысады, жаңағы йодты алады да йод 2-ке айналдырады, йод 2-ке. Екінші йодты тиразинге қосады, мысалы тиразинге 1 йод қосатын болса, ол MIT-ге айналады, тиразинге 2 йод беретін болса, ол DIT-ге айналады. MIT дегеніміз моноайдотиразин, DIT дегеніміз диайдотиразин деген сөз. Сосын MIT-ді, DIT-ді бір-біріне қосады. MIT мен DIT қосылса Т3 түзіледі, DIT мен DIT қосылса онда Т4 түзіледі. Көбінесе аутоиммунды жаңағы қалқанша безінің аурулары кезінде осы антиденелер бізде ТПО-ға қарсы түзіледі. Анти-ТПО деп аталады. Сонда ТПО-ға қарсы антиденелер бізде анти-ТПО деп аталады. Енді гормондардың синтезі жаңағы егер жаңа айтқандардың бәрін қорытындылайтын болсақ, жерде йод қанға түседі. Қанға ол йод жаңа ядит түрінде түседі. Басқа атымен қосылған тұз түрінде, йод тұзы. Түскеннен кейін ол бірінші фолликулярлық жасушаға арнайы тасымалдаушы арқылы тасымалданады. Және бірінші процесс ол тотығу процесі. Мына жерде ТПО алады да ядитті йод 2-ке айналдырады. Және содан кейін бұл йодты алады да мына жерде тиразиндерге қосады. Бұл процесте ТПО арқылы жүзеге асады. 1 йод қосылатын болса MIT-ге айналады, 2 йод қосылатын болса DIT-ге айналады. Және содан кейін келесі процесс MIT мен MIT-ді қосады, MIT мен DIT-ді. Ол Т3-ге айналады, Т3-ге. Ал егер DIT мен DIT қосылатын болса, онда Т4-ге айналады, Т4-ге. Бұл процесте бізде ТПО арқылы жүзеге асады, және бұл бізде процесс аталады мына жерде жаңа айтқандай йодтың қосылу реакциясы, немесе мына жерде қосылу реакциясы деп аталады. Және қосылғаннан кейін бұл былай бөлінеді, Т3-тер, Т4-тер бір-бірінен бөлінеді. Бұл бізде протеолиз процесінен кейін Т3-тер, Т4-тер жеке-жеке ажырайды, және содан кейін ол қанға түседі. Енді қалқанша бездің гормондары Т4 және Т3 дедік. Т4 қалқанша безі өндіретін негізгі гормон. Негізгі гормон деп айтатын себебім, өйткені қалқанша безінен бөлінетін гормондардың 90%-дан жоғарысы Т4-ті құрайды. 95, 96, 97%-ға дейін. Ал одан 10%-дан төмен ол бізде Т3, бірақ Т3 Т4-ке қарағанда күштірек. Т4-ке қарағанда патентті деп айтуға болады. Т4 дегеніміз ол әлсіз болады. Т4 ол Т3 үшін прогормон. Прогормон дегеніміз Т4 Т5-ке айналады қанға түскеннен кейін. Бізде арнайы фермент бар, ол 5 прайм деядиназа. Мына жерде қарасаңыздар, мынау Т4 бізде. Т4-тің бізде 4 несі бар. 1, 2, 3, 4, 4 йоды бар. 5 прайм деядиназа дегеніміз, де деген сөз алып тастау деген сөз. Деядиназа. Бір йодын алып тастайды. Мына жерде бір йод алып тастайды. Егер бір йодты алып тастайтын болса, Т4-тен Т3 түзіледі. Мына жерде уже 3 қана йод қалды, Т3. Сонда Т4 Т3-ке түрленеді, бірақ көбінесе конверсия Т4-тің Т3-ке айналуы перифериялық тіндерде жүзеге асады. Енді гипертиреозға қарсы препараттар. Қысқаша, бірінші препарат пропил
тироурацил, ПТУ деп аталады қысқаша. Бұл ТПО-ны тежейді. Тироид пероксидаза ферментін тежейді. Егер ТПО тежелетін болса, қалқанша безінде Т3, Т4 гормондардың өндірілуі тежеледі, немесе төмендейді. Және бұның тағы да бір қызметі 5 прайм диайдиназаны тежейді. Егер бұл тежелетін болса, Т4-тің Т5-ке айналуы, түрленуі тоже төмендейді. Енді келесі препарат осы метамизол, метимазол. Метимазол бізде ТПО-ны тежейді. Және үшінші препарат бұл бізде пропранолол. Пропранолол дегеніміз бета-блокатор, 5 прайм диайдиназаның әлсіз ингибиторы. Және тиреотоксикоз кезінде тамаша дәрі, себебі пропранолол бізде бета-блокатор болғандықтан жаңағы симпатикалық жүйке жүйесінің қозуын басады. Және катехоламиндердің Т4-тің Т3-ке конверсиясын блоктайды. Мына жерде көрсеткен метимазол мен пропилтироуцил, ПТО екеуі де тиамидтер деген топқа жатады. Ол жайлы біз кейінірек тағы да талқылаймыз. Енді тағы да бір өте маңызды қалқанша без жайлы информация, ол Вольф-Чайков эффектісі. Біздің тамағымызда егер йод шамадан тыс көп болатын болса, егер көп йод жейтін болсақ, ол гипертиреозға әкелуі мүмкін. Себебі жаңағы Т3, Т4-тің синтезі үшін бізде йод керек, йод керек. Бірақ егер йод көп болатын болса, онда Т3 пен Т4-те көбейіп, гипертиреозға әкелуі мүмкін. Бірақ арнайы бізде эффекті бар, ол Вольф-Чайков эффектісі. Егер йод қанда көбейетін болса, өте көп кететін болса, Т3 пен Т4-тің синтезінің алдын алу үшін қалқанша безі йодтан өзін қорғайды. Ол қалқанша безі өзін Вольф-Чайков эффектісі арқылы қорғайды. Ол не деген сөз? Егер йод көбейетін болса, органификация процесі осы йодпен тежеледі. Ол не деген сөз? MIT мен DIT-дің синтезінің төмендеуі деген сөз. Енді тағы да бір информация, ол амидарон деген препарат. Бұл үшінші классқа жататын аритмияға қарсы препарат. Жиі жүрекшелердің фибрилляциясы кезінде қолданады. Бұның құрамында йод бар. Мынау амидарон препаратының химиялық структурасы, мына жерде 1 йод, мына жерде 2 йод берілген. 2 йоды бар сонда. Егер пациент амидаронды қолданатын болса, ол артық йод гипотиреозды тудыруы мүмкін. Жаңа Вольф-Чайков эффектісі. Жаңа айтқандай, қайталайым. Егер йод организмде көп болатын болса, ол гипотиреозды тудыруы мүмкін, және гипотиреозды тудыруы мүмкін. Гипотиреозды тудыратын себебі көп йод Вольф-Чайков эффектісін іске қосады, және Вольф-Чайков эффектісі іске қосылатын болса, мына жерде көрсеткендей органификация процесі тежеледі. Егер бұл процесс тежелетін болса, MIT DIT-дің синтезі азаяды, а ол азаятын болса, Т3 пен Т4-тің синтезі тоже азаяды. Сол арқылы көп йод гипертиреозға емес, көбінесе гипотиреозға алып келеді. Енді амидаронның тағы да бір функциясы, ол Т4-ті имитациялайды, Т4 гормонын. Және 5 прайм диайдиназаны тежейді. Егер бұл тежелетін болса, Т4-тің Т3-ке айналуы төмендейді. Т3 қанда азаяды. Т3 азаятын болса, онда гипофизге сигнал барады. Гипофизге ойлайды, қанда гормон аз, және гормонды бөлуді көбейту керек деп. Соны алады, ТТГ-ны көбейтеді. ТТГ дегеніміз тиротропты гормонның синтезін гипофизі күшейтеді. Ал сондықтан амидаронды пациент қабылдаған кезде осы Т3 төмендеп, ТТГ жоғарлап, терапия басылғаннан кейін ТТГ жоғарлау мүмкін. Бірақ біраз уақыттан кейін қайттан қалыпқа келеді. Енді тағы да бір керек информация, ол радиоактивті йод. Бұл йод 131, йодтың изотопы. Құрамында йод сияқты 33 протоны бар, бірақ қосымша нейтрондары бар. Бұл радиоактивті йод, радиоактивті деп аталады, себебі бұл радиоактивті бета ыдырауға ұшырайды. Егер осы йодқа экспозиция жасайтын болса, осы йодты адамға беретін болса, онда қалқанша безі радиоактивті йодты сіңіреді. Себебі радиоактивті йод қалыпты йодпен бәсекелеседі,
бірақ қалқанша безі осы йодты, радиоактивті йодты көбірек сіңіреді. Және бұл радиоактивті йод қалқанша безінде жоғарыланады, жиналады. Енді төмен дозада бұл йодты біз не үшін қолданамыз? Төмен дозада біз осы йодты береміз. Төмен дозада берсек, ол қалқанша безіне жиналады. Және радиоактивті йод болғандықтан бұл визуалды диагностика үшін қолданады. Йод жаңағы радиоактивті болғандықтан сәулелерді шашады, және біз неге визуалды диагностикада қалқанша безі өте жақсы көрінеді. Өте үлкен дозада біз қалқанша безінің тіндерін бұзу үшін береміз. Өйткені өте көп дозада қалқанша безін жиналатын болса, радиоактивті болғандықтан радиация қалқанша безінің клеткаларын өлтіреді, бұзады. Сондықтан қалқанша безі алатта кішірейеді. Көбінесе гипертиреоз кезінде соны емдеу үшін соның терапиясына қолданамыз. Келесі информация ол ТБГ, немесе ағылшынша TBG дейді. TBG. Бұл не деген сөз? Бұл тироксинді байланыстыратын глобулин. Плазмада қалқанша без гормонының көпшілігі Т4, жаңа айтқандай 90%-дан жоғарысы ол Т4. Енді қалқанша безінің гормондары суда нашар ериді, сондықтан олар бос күйінде көбінесе тасымалдана алмайды. Сондықтан оны тасымалдайтын арнайы глобулин бар, ол бізде тироксинді байланыстыратын глобулин. Және Т4-тің көпшілігі осы ТБГ-мен байланысып, осы арқылы тасымалданады. Бұдан бөлек Т4-ті тасымалдайтын транстиретин деген арнайы белок бар. Транс дегеніміз тасымалдау, тиретин дегеніміз осы Т4 деген сөз. Және альбумин. Сонда Т4 негізінен ТБГ-мен тасымалданады, одан бөлек транстиретин және альбумин де жаңағы тасымалданады. ТБГ аз мөлшерде кездеседі, бірақ аффинитеті жоғары. Және бұл бауырда түзіледі. Егер ТБГ азаятын болса, көбінесе бауыр аурулары кезінде мысалы азаяды, онда Т4-тің тасымалдануы азаяды. Егер тасымалдану азаятын болса, тіндерге Т4 аз жетеді, Т3-ке аз айналады, және тіндерде жаңағы гормондар азаяды. Енді тироксинді байланыстыратын глобулин бұл қай кезде жоғарылайды? Әйел адамдарда эстроген ТБГ-ны жоғарылатады. Ол ТБГ-ның молекулаларын өзгертеді, эстроген, және плазмадан клиренсін баяулатады. Плазмадан сыртқа шығарылуын азайтады. Көбінесе жүктілік кезінде экстрагеннің мөлшері көбейеді, және ТБГ тоже көбейеді. Және коктың пайдаланушылары. Кок дегеніміз комбинированный оральный контрацептивы. Оральды контрацептивтерді қолданатын болса, осы препараттардың құрамында бізде эстроген көп болады. Эстроген жоғарылайды. Эстроген жоғарылайтын болса, ТБГ да жоғарылайды. Ал ТБГ жоғарылайтын болса, жалпы Т4-тің деңгейі көтеріледі. Енді екіншісі бауыр жеткіліксіздігі. Бауыр жеткіліксіздігі болатын болса, ТБГ төмендейді. Себебі бұл ТБГ бауырда түзіледі. ТБГ дегеніміз, қайтап айтылам, тироксинді байланыстыратын глобулин. Барлық глобулиндер бізде бауырда түзіледі. Глобулиндер, альбуминдер, басқа да қанның плазма белоктары бізде бауырда түзіледі. Бауыр жеткіліксіздігі кезінде протеиннің өндірілуі төмендейді, жалпы Т4-тің деңгейі төмендеуі мүмкін. Енді ТБГ жоғарылайтын болса, байланысқан Т4 жоғарылайды. Сонда Т4-тің бәрі ТБГ-мен байланысады, Т4 байланысқан күйінде жоғарылайды. Бос күйінде Т4 азаяды, аз мөлшерде бос күйінде болады. Егер бос күйінде Т4 азаятын болса, Т4-тің Т3-ке айналуы азаяды. Сонда қанда гормон аз деп ойлайды, гипофиз ТТГ-ны жоғарылатады. Егер ТТГ жоғарылайтын болса, ТТГ қалқанша безін стимулдайды, қалқанша бездің гормондарын бөлінуін күшейтеді, Т4-тің бөлінуін күшейтеді. Және бос Т4 қайттан нормаға келеді, ТТГ қайттан төмендейді, қайттан нормаға келеді. Енді қалқанша без гормонның рецепторлары, бұлар бізде ядролық рецепторлар тобы, гормонмен белсендірілген транскрипция факторлары. Сонда бұл не деген сөз? Бұл гормондар транскрипцияны белсендіреді. Транскрипция дегеніміз ол ядродан, ДНК-дан белоктық информацияның ақпараттық РНК-ға көшірілуі. Егер ақпараттық РНК информацияны көшіретін болса, онда
кейін ол трансляция процесінен кейін бізде белок түзіледі. Сонда бұл гормондар бізде ақуыздардың синтезін күшейтеді және геннің экспрессиясын модификациялайды бұл гормондар. Негізгі қызметі, негізгі әсері зат алмасуының белсенділігі және өсудің негізгі реттеушісі. Глюкоза немесе липидтердің алмасуына қатысады, жүректің қызметіне әсер етеді, сүйектің өсуіне әсер етеді және орталық жүйке жүйесінің дамуына әсер етеді. Метаболикалық әсерлері ол көмірсулардың алмасуы, гликогенолизді жоғарылатады. Гликогеннің бауырдан ыдырауы немесе гликогеннің бұлшықеттерден ыдырауы немесе глюконеогенез, глюкозаның басқа тіндерден түзілуі. Май алмасуына қатысады, липолизді күшейтеді, майлардың ыдырауын күшейтеді және холестериннің деңгейін төмендетеді, триглицериддің концентрациясын төмендетеді. Бауырдағы тығыздығы төмен липопротеидтердің рецепторларын күшейтеді, жоғарылатады. Егер ТТЛ-дің рецепторлары көбейетін болса бауырда, онда қанда тығыздығы төмен липопротеидтер төмендейді. Және өттегі холестериннің бөлінуін күшейтеді. Сонда холестерин өт арқылы сыртқа шығады да жалпы қанда азаяды. Мысалы, пациенттерде гипотиреоз болатын болса, Т3, Т4 гормондарының азаюы. Онда пациенттерде жаңағы қанда холестерин көбейеді. Ал керісінше гипертиреоз болатын болса, мына жерде мысалдар берілген, Т3, Т4 көбейетін болса, жаңа айттық, көмірсудың алмасу жоғарылайды деп. Онда пациенттерде гипергликемия болады. Басқа да метаболикалық әсерлері ол базальды зат алмасу жылдамдығын жылдамдатады және бір уақытта энергияны пайдаланудың базальды жылдамдығы артады. Егер гормондар күшейетін болса, Т3, Т4 шамадан тыс көп болатын болса, онда пациентте энергияның тұтынуы жоғарылайды. Ол базальды зат алмасу жылдамдығы дегеніміз, егер сіз күні бойы ұйықтасаңыз, сол ұйықтаған кезде жұмсалатын энергия мөлшері. Және натрий, калий, АТФаза сорғылары, насостардың санын көбейтеді, жұмысын күшейтеді. Біз барлығымыз білеміз, натрий, калий, АТФаза бұл АТФ болмаса жұмыс жасамайды. Энергия керек болған, АТФ керек энергия. Сондықтан натрий бізде организмдегі барлық клеткаларда осы натрий, калий, АТФаза сорғылары бар. Және олардың барлығы энергияны жаңағы пайдаланады. Біздің жаңағы күнделікті пайдаланатын энергияның 50%-на жуығы осы натрий, калий, АТФазалармен жұмсалады. Және сонда гормондар көбейсе, сорғылар көбейеді, және бұлар көбірек АТФ тұтынады. Егер АТФ тұтынатын болса, АТФ-ның орнын толтыру үшін оттегіге деген қажеттілік артады, тыныс алу жиілейді және дене температурасы көтеріледі. Және мысалы гипертиреозбен ауыратын пациенттерде гормондар жоғары болатын болса, онда пациенттерде көбінесе салмақ жоғалту байқалады. Жүрекке қалай әсер етеді бұл гормондар? Ол жүректің минуттық лақтырыс көлемін арттырады. Пациенттерде жүректің жиырылу жиілігін күшейтеді. Мысалы, минутына 60-100 рет болатын болса, бұлар гормондар күшейтеді. Тахикардия шақырады. Мына жерде мысалы пациентте гипертиреозы болатын болса, гормон көп болатын болса, тахикардия шақырады. Және сол жақ қарыншаның лақтырыс көлемін күшейтеді. Оң жақтың сол жақ қарыншанында ол сол жақ қарынша бір рет жиырылған кезде лақтырылатын қанның көлемі. Және бұлшықеттердің жиырылғыштығын, жиырылу күшін күшейтеді. Және тағы да бір гормондардың қызметі ол жүректегі бета-1 рецепторларының санын көбейтеді. Саны көбейетін болса, онда адреналинге, дофаминге, норадреналинге деген сезімталдық артады. Және тахикардияны шақырады. Жаңа айтқандай гипертиреоз пациенттерде тахикардия шығарады. Егер пациентте гипотиреоз болатын болса, керісінше брадикардия болады пациенттерде. Орталық жүйке жүйесіне және сүйекке әсері. Тироидты гормондар ол сүйектің қалыпты өсуі мен орталық жүйке жүйесінің жетілуіне қажет. Мысалы, бала кезде егер балаларда осы Т3, Т4 гормондар жетпейтін болса, жеткіліксіз болатын болса, онда ол кретинизм шақырады. Балалық гипотиреоз ол кретинизм шақырады. Ол бойдың баяу өсуі, ақыл ойдың кемістігі. Көп себептері осы кретинизмнің ол
негізінен йод тапшылығы немесе қалқанша безінің дисгенезі немесе гормондар синтезінің туа біткен ақаулары. Ол бізде дисгормоногенез деп аталады. Және көбінесе ол ТПО-ның жеткіліксіздігі. ТПО дегеніміз тироид пероксидаза. Осы фермент негізінен гормондардың синтезіне жауапты. Орталық жүйке жүйесіне сүйекке әсерлері, жаңағы айтып өткен кретинизм, бұл жайлы кейін тағы да көбірек талқылаймыз. Ол ең көп таралған ақыл-ой кемістігінің негізгі себебі дүниежүзі бойынша, бірақ емдеуге болатын себебі. Өйткені бұдан басқа да ақыл-ой кемістігін туғызатын патологиялар бар, бірақ оның көбісі емделмейді. Ал мынау кретинизм ол емдеуге болады, бұл қайтымды. Көптеген нәрестелер қалыпты болып туылады негізі. Егер анасында гормондар жеткілікті болатын болса, себебі анасындағы Т3, Т4 гормондары, қалқанша безінің гормондары, ол плацентадан өтеді и балаға беріледі. Ал егер анасында Т3, Т4 гормондар төмен болатын болса, анасы гипотериозбен ауыратын болса, онда балада да туған кезде гипотериоз дамуы мүмкін. Және жаңа туған нәрестелерде тексеру бағдарламасы бар. Ол жаңа туған балада өкшесінен қанды алады да, сосын сол қанды Т4-ке немесе ТТГ-ға тексереді. Жаңағы мен айтқан кретинизм, бұл кретинизммен ауыратын балаларда ақыл-ой кемістігі болады, бірақ қайтадан қайталап айтам, бұл қайтымды. Егер бала кезден бастап балаға гормон беретін болса, гипотериозды емдейтін болса, онда баланың ақыл есі дұрыс дамиды. Өзін жаңағы өз несі бойынша дамиды, өз жасы бойынша. Бірақ егер гормонды бермейтін болса, онда ақыл-ой кемістігі қалып қалады и балада сосын кейін кретинизм дамиды, жаңағы дебилизм, кретинизм немесе имбецилизм. Және бетін ерекшеліктері дөрекі болады. Беті жаңағы басқа балаларға ұқсамайды, бойы қысқа болады. Және кіндік жарығы дегеніміз пупочная грыжа, суретте көрсетілген. Көбінесе пупочная грыжа болады. Және тілі үлкен болады, ауыздарына сыймайды тілдері. Енді қалқанша безінің гормондары қалай реттеледі? Бұны реттейтін гипофиздің алдыңғы бөлігінен бөлінетін арнайы тиротропин деген гормон, немесе қысқаша ТТГ. Бұл фолликулярлық жасушалардағы рецепторлармен байланысады. Мынау бізде айттық, мынау не болатын болса, қалқанша безі. Қалқанша безінде айттық, арнайы фолликулярлық жасушалар бар. Ол жасушаларда арнайы осы ТТГ-ның рецепторы бар. ТТГ гипофизден бөлініп, осы қалқанша безіндегі фолликулярлық жасушалардағы рецепторлармен байланысады, және осы фолликулярлық жасушаларды ынталандырады. Екіншілікті мессенджер жүйесі арқылы белсенделеді. Және егер осы фолликулярлық жасушалар белсенетін болса, онда Т3 пен Т4-тің шығарылымы, синтезі күшейеді. Ол тироглобулиннің протеолизін жылдамдатады. Т4 пен Т3-тің босап шығуын, осы неден безден қанға босап шығуын жылдамдатады. Және қалқанша безінің жасушаларының өсуін, тироидтік гормондардың синтезін ынталандырады. Бұл ТТГ көбінесе қалқанша бездің жасушалардың өсуіне, қалқанша бездің үлкеюіне алып келеді, гиперплазиясына алып келеді, егер ұзақ уақыт бойы бөлінетін болса. Мына жерде көрсетілген қалай реттеледі. Плазмадағы, қандағы Т4, Т3 деңгейі гипоталамус арқылы анықталады. Гипоталамус, мына жерде көрсетілген, ол қандағы Т4, Т3-ті әрдайым бақылап отырады. Егер Т3, Т4 төмендейтін болса, онда гипоталамусқа сигнал келеді. Гипоталамус мына жерде тиротропин релизинг гормон дегенді бөледі. Мына жерде тиротропин релизинг гормон. Ол тиротропин релизинг гормон содан кейін алдыңғы гипофизге барады. Алдыңғы гипофизда ТТГ-ны бөлінуін стимулдайды. ТТГ дегеніміз тиротропты гормон. Тиротропты гормон сосын қайда барады? Ол жаңағы қалқанша бездің фолликулярлы жасушаларына барады. Фолликуляр жасушаларды ынталандырады. Ынталандырғаннан кейін Т3 пен Т4-тің бөлінуі күшейеді, мөлшері артады. Және Т3 пен Т4 егер қанға бөлініп көбейетін болса, бұл қайттан кері барып
мынау алдыңғы гипофизға сигнал береді және гипоталамусқа сигнал береді да гипоталамустан алдыңғы гипофиздан мынау гормондардың синтезі төмендейді. Бұл бізде кері байланыс реакциясы өте алады. Енді жүктілік кезінде гормондарға әсер етеді. Жүктілік кезінде қалқанша безінің гормондары жоғарылайды. Т4, Т3 деңгейі жоғарылайды, себебі эстроген әсер етеді. Эстроген жаңағы қанда ТБГ-ның жоғарылауына алып келеді. ТБГ дегеніміз бұл TBG ағылшынша Thyroid Binding Globulin немесе жаңағы қалқанша бездің гормондарын байланыстыратын глобулин, арнайы тасымалдаушы протеин. Немесе ХГЧ, жүктілік кезінде бөлінетін ХГЧ қалқанша безін ынталандырады және қалқанша безіне ТТГ гормоны секілді әсер етеді. Жүктілік кезінде мысалы бос Т4 жоғарылайды және ТТГ деңгейін төмендетеді. Мына жерде қарасаңыздар, вот ТБГ жоғарылайды, жалпы Т4-тің деңгейі жоғарылайды және мына жерде бос Т4 басында жоғарылайды да, егер Т4 жоғарылайтын болса ТТГ төмендейді, сосын кейін жүктілік барысында бос Т4 төмендейді және ТТГ қайттан жоғарылайды. Енді қалқанша без гормоны нормалары: бірінші ТТГ гормоны, ТТГ нормасы 0,4 немесе 0,4-тен 5 милли единица на литр болады. Милли бірлік на литр. Екінші жалпы Т4 гормоны, Т4 гормонының негізгі нормасы 60-тан 145 наномоль на литр. Т3-тің нормасы 0,1-ден 3-ке дейін 3 наномоль на литр және бос Т4-тің мөлшері 0,1 және 0,103 наномоль на литр. Қарап тұрғандарыңыздай, негізгі есе сақтайтын нәрсе ол Т4 бізде Т3-тен әрдайым жоғары болу керек. Себебі жаңа айтқандай Т4 негізінен 90%, 90-нан жоғары пайыз ол Т4. Көбінесе 95-97%-ға дейін Т4 болады. Ал Т3 5-3%-ға дейін ғана болады. Және жалпы Т4 бізге бос Т4-ке қарағанда бірнеше есе көп болады. Бос Т4 өте аз ғана мөлшерде болады. Себебі негізінен Т4 жаңағы ТБГ-мен байланысқан күйінде болады. Енді келесі гормон ол кальцитонин. Бұл гормонда қалқанша безі шығаратын гормон. Жаңадан бері біз Т3, Т4 жайлы айттық. Енді одан басқа ол бізде кальцитонин деген гормон бар. Бұл парафолликулярлық жасушалармен өндіріледі. Мына жерде бізде фолликулярлық жасуша, және олардың ортасында бізде кішкентай парафолликулярлық немесе фолликула маңы жасушалары болады. Басқаша оларды C-cells дейді. C дегеніміз кальцитонин деген сөз. Енді негізгі қызметі кальцийді төмендетеді. Сүйектің резорбциясын басады, остеокластарды тежейді. Егер остеокластар тежелетін болса, сүйек тіндерінің бұзылысы төмендейді және кальцийдің қанға түсуі тежеледі. Сонда қанда кальций азаяды. Және кальцийдің фосфордың бүйректік реабсорбциясын тежейді, кері сіңірілуін тежейді, зәрдегі кальцийді жоғарылатады. Сонда кальцитонин кальцийдің зәр арқылы сыртқа шығуын күшейтеді. Адамдарда кальцийді өңдеуде атқаратын рөлі аз, бірақ гиперкальцемия үшін фармакологиялық терапия ретінде қолданады. Сонда гиперкальцемияны емдеу үшін біз кальцитонинді қолдана аламыз. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.